Сәлем достар, бүгін біз сіздермен кола жайлы бөлісетін боламыз. Алдымен каналға жазылып кетіңіздер. Кока атауы кокаин өсімдігі атауынан шыққан. Одан кокаин атты жергілікті тағам өнімдері, есірткі және кока-кола атты сусын алынады. Кока-кола сусыны 1886 жылы ақш-та ойлап табылған. Әлемнің 200-ден астам елдерінде сатылады. Сусынның құрамы толық айтылмайды, коммерциялық құпия делінеді. Бірақ соңғы жылдары әлем елдері ғалымдарының зерттеу қорытындысы бойынша адам ағзасына, әсіресе жас балаларға өте қауіпті және де компания өкілдерінің айтуынша сусынның негізгі құпиясы кошенил құртынан алынатын азықтық қоспада екен. Өздеріңіз көріп отырғандай кока-коланың құрамы тұнып тұрған химикаттар мен зиянды заттар. Сондықтан да бұл сусынды пайдалануға кеңес бермеймін. Бүгіннен бастап бас тартуға тырысыңыздар. Пайдалы болса каналға жазылып кетіңіздер.